Сіз басыңыз ауырғанда бірден дәрі ішесіз бе? Ал егер мен сізге кейбір бас ауруы өмірге қауіпті болуы мүмкін десем? Көп жағдайда бас ауруы кернеулік типті немесе мигрен түрінде болады, яғни қауіпті емес. Бірақ медицинада red flags, яғни қызыл жалаулар деген ұғым бар. Бұл кезде бас ауруы ауыр аурудың белгісі болуы мүмкін. Мысалы, біріншісі кенеттен найзағай сияқты басталған өте күшті ауру. Бұл субарахноидалды қан құйылу белгісі болуы мүмкін. Екіншісі, мойынның қатаюы, жарықтан қорқу және дене қызуы болса, бұл менингиттің симптомы түрінде болады. Үшіншісі, бас ауруымен бірге сөйлеу бұзылысы, әлсіздік немесе есінен тану сияқты симптомдар болса, бұл инсульт белгісі болуы мүмкін. Осындай белгілер кезінде жай ғана ауырсынуды басатын дәрі симптомды жасырады, бірақ мәселені шешпейді. Егер бас ауруы әдеттегіден өзгеше болса, күтіп отырмаңыз. Бұл жағдайда ең дұрыс шешім жедел түрде дәрігерге қаралу немесе жедел жәрдем шақыру. Бұл ақпаратты сақтап қойыңыз, кейде бір белгі үлкен диагноздың кілті болуы мүмкін.